Сәлем достар. Сәлем достар. Жансая Еркінбекқызы арнасына қош келдіңіздер. Достар, өздеріңізге уәде бергендей, сіздер распаковканы жақсы көреді екенсіздер. Қараңыздаршы, дүкеннен осындай ерекше балмұздақтар тауып келдік. Описаниеден көргендей, трендтегі балмұздақтарға распаковка жасаймыз, иә? Қыздар біраздан бері айтып жүрген, бірақ мен мән бермей жүргем. Жарар бір алармыз деп. Сөйтсек жаз өтіп бара жатыр. Балмұздақ өзінің уақытысында тренд қой. Ал достар, біз сіздерге 6 түрлі дәмді балмұздақ таптық. Ерекшелерінен. Күнделікті жеп жүрген балмұздақ емес бұл біздің. Мүмкін сіздер жеп жүрген шығарсыздар, бірақ біз бұндай ерекше балмұздақтарға мән бермейді екенбіз. Енді оның ішіне таныстыра кетсем, бұл не? Білмеймін, мынандай типа қараңыз мына жақта. Мынау авокадо. Манго дәмімен. Осындай білмеймін ішінен қалай не шығады, рожогы бар сияқты. Қазір ашамыз. Одан кейін фри балмұздақ бірінші рет біздің опытымызда, біздің тәжірибемізде бірінші рет фри балмұздақ ашайын деп жатырмыз. Одан кейін бургер балмұздақ. Адамдар не ойлап таппайды. Бұл айтамын қазір американский екен. Американский фирма. Және де мынау, мен бұны неге мұжылғанын алдыңдар қыздар, нормальный намайсыздар ма десем, бұл осы алдынан қарасаң мұжылған сияқты екен. Ал жанынан қарасаң бананның формасын, бананның фигурасын салған екен ғой. Қайдан білейін. Одан кейін бізде Аяланың айтып қоймай жүрген, қандай балмұздақ екен. Қараңыздаршы, Аяланың айтып жүрген чикен балмұздағы, корейский балмұздағы екен. Және де маған ерекше болып тұрған тағы біреуі сәбіз балмұздақ. Қалай сәбіз болып шыға ма түсінбеппін. Менің ойымша сәбіздің формасында сырты сары болады, іші балмұздақ болады. Сәбіз балмұздақ. Және де қыздар өткеннен бері осыны жеп жүр, бірақ жалғыз өзіне распаковка жасауға қойшы деп, қасына тағы да бір ерекше балмұздақтар табайық деп распаковка жасамағанбыз. Мынаны енді күнделікте жеп жүрген балмұздақ. Ішінен шариктер шығады, Иә. Ал кет, кім қайсынан ашады? Алдына алып албасын. Маған мына екеуі қалды. Ал бастайық. Бірінші мен бастайын, Мен бірінші мынаны жеп жүр қой, енді ішінен шариктер шығады. Мен мынаны бастағым кеп тұр. Біз бұның клубникасы мен мангосын жегеміз. Несін жеген жоқпыз әлі? Банан жеп көрмеппіз. Банан дәмімен дегенді жеп көрмеппіз. Жоқ, біз клубника емес, андай не жедік қой? Андай жүзім жедік. Жүзіммен манго, Ал достар, бисмиллах деп ашамын. Оны бірақ түсірмедік біз, каналымызға. Түсірдік қой Дубайда. Осындай екен. Дубайда түсірдік, Осындай екен. Қараңыздар. Мынаны қазір біз біреуін 4,5 мыңға алып отырмыз, Бір штугын 4,5 мыңға алып отырмыз. Ал Дубайдан біз бұны 500 теңгеге алдық қой, сен естер ма? 500 теңгеге осы балмұздақты алдық біз Дубайдан. Таң қалғам сол кезде. Ал, бисмилля. Жеп көр. Атынайым. Бананның мороженыйда бәрі, как всегда, тәтті болады ғой, Банан жемісін жалпы пирогқа салсаң да, дәмін ерекше қылады ғой. Мынау менің топ балмұздақтарының біріне қосам мен. Бұрыннан бері неге алып жемегенбіз біз бұны? Оннан неше қоямыз? Мен оннан 10 қоям. Маған дәмі ұнады. Сен өзің ұялма, қоя бер. Келесі Аялашысын. Мен бургер, маған да бургер қызық болып тұр. Ол қандай болып шығады? Әке көмектесейін. Мұндай болып шыға ма, қарам. Қайсысы? Мұндай болып шығады. Білмеймін. Пакетін ғана кесіп берейін, ойбай, Аяланың подписчиктері қазір жабылады ғой. Сіз не Аяланың қолынан бәрін алып қоя бересіз? Аяла өзі ашсын да деп комментарийде мені жеп қоя жаздайды достар. Аяланың өзінің подписчиктері бар ғой, көрермендері. Сіз немене Аяланың қолындағысын алып қоясыз? Алмаңыз, Аяла өзі ашсын деп. Мен жай ғана сыртындағы пленкасын алып бердім, қалған өзі ашады. Ұрыспаңыздаршы ма? Қане? Маған да қызық болып. Қане бірінші өзіңіз көріп. Ішінде еще қағазмен қараңыздаршы. Қараңыздар. Сыртындағы мынандай қағазмен келтірген ғой. Өзің аша ғой, қазір мен жеп қояр. Ішіне қандай бургер балмұздақ шығады. Мен де түсіріп алайын былай.
Кәдімгі нан сияқты. Қалай? Түсінбедім мен мынаны вообще. Үстіндегісі печенье ғой, иә? Мен түсіндім. Достар, қараңыздар. Үстіндегісі кәдімгі печенье нан болып тұр. Кунжут кәдімгі мені. Мені кәдімгі кунжут. Мен мынаның бәрін балмұздақтан келтіреді екен деп ойладым. Иә, мен де тура солай. Үстіндегісі кәдімгі нан. Жеп көр. Жоқ, нан емес, печенье. Көр. Печенье. Бұның сонда ортасы. Міне. Ал анау не? Сырдың формасына салған мармелад екен. Қараңыздар. Мынау мармелад. Сыр формасына салған. Анау қамыр ма? Өтшедің қамыр ғой? Қазір мен дәмін айтам сендерге. Бір қызық екен, иә? Аялам. Достар, мен келесіде мына балмұздақты алмас едім. Ренжімеңіздер. Мына үстіндегі печеньелары нанның дәмі кәдімгі. Немесе елеп тәтті бір бафлиден келтіру керек педі. Кәдімгі нанның дәмі шығып тұр. Ортасы печенье, балмұздақ. Оннан, енді еңбегі бар ғой, оннан 2 деген бал береді. Қане мен жеп көрейінші. 2 деген балды аямай қояйық енді. Оннан 0 десек болмай қалар. Бұның өзін 3,5 мыңға алдық қой. Осы тұрсы 3,5 мың. Е? Қалай, ұнады ма? Өзден балдарыңды қойыңдар. Сен өз балыңды қой. Ұнамады. Тоже 10-нан 2. Мен 10-нан 0. Айтып жатырмын ғой, нанда 2 нанның ортасына балмұздақ салып қойған. Мүмкін балмұздақты нанмен жейтін адамдар бар шығар, егер бар болса, мына балмұздақ сіздерге арналған екен. Мен жей алмаймын бұндай балмұздақты. Келесі. Мен фриз ашқым келді. Бір айфон ашып жатырмын. Ойбай. Вау. Ана балмұздақтар бар ғой, қазір хит болып жатқан. Не дейтін соны? Арт десерт. Арт десерт. Тура арт десерт ретінде салынған. Қараңыздаршы. Красота. Мына жерде кетчупын әдейі бар ғой. Мына жерге кетчуп. Кетчуп емес па? Кетчуп типа сондай қылып жасаған. Шығар. Қазір тоқта. Не? Кетчуп кәдімгі. Кетчуптың мороженое қай. Мен ойладым, бұл варенье. Көрші. Достар, мен мынаны просто кетчуптың формасында жасалған варенье деп ойладым. Қызыл клубникадан, малинадан жасаған. Мынау кәдімгі кетчуп. Прикол. Кәдімгі прикольно болып тұр. Өздеріңіз ойлаңыздаршы, балмұздақ. Айла. Кәдімгі балмұздақ. Міне, арт десерт ретінде. Тура арт десерт қой. Ішінде бірақ начинкасы жоқ, тек балмұздақ және де сырдап. Шоколад қой. Ну, таза десерт. Сырты шоколад, бірақ бояу қосылған, да? Мен мына жерде, ой. Енді осыны елестет. Мына томатпен жеп. Мен жеп көрейін. Немесе достар, осындай да дәмді жақсы көретіндер бар ма араларыңызда? Балмұздаққа кетчуп араластырып жеу. Мен ондай тәуекелге бармас едім. Жоқ. Бауыр жеп көрем. Мынау 10-нан 9. 10-нан 10. 10-нан 10. Ал маған 10-нан даже 8 беретін едім. Сыртына шоколады тісіме қатып қалды ма? Мама! Не? Тәтті ғой! Алдай салды сені, ше? Пранк болып қалмашы? Жоқ, мама шынымен айтсам, андай қышқылып жақсы көретіндерге. Прям тәтті. Қайда қайда. Мама үлкен ғой. Жеп көрме. Мен жемеймін. Жоқ. Жоқ. Тәтті, мама. Точно ма? Иә, тәтті. Прям. Жаман, е? Кетчуппен. Мен үйлестіріп осылай жасаған шығар деп ойладым, типа. Білмеймін, достар.
Қараңыздаршы, мына балмұздақты жасаған адам жалпы не ойлады екен? Қасына томатный кетчуп қосып. Менің миым екеуін үйлестіре алмады. Жансаяның миы үйлестірді, Аяланың миы no деді. No. Сен кезегің. Маған ең қатты ұнап тұрған мороженое высшее пока что. No ма? Маған no. Әлі 10-10 деген балды мен мына мороженойларға берген жоқпын әлі. Көшбасшы. Ананың іші деген қалай не екен? Не ол? Қасын ашып. Қарасаңызшы. Вау! Прям супер дер едім. Қараңыздар. Прям әдемілеп жасапты. Бас манго мантика. Ақшасына стоит, достар. Ана жерде ақшасына коробка. Коробканың ішінен еще мынандай қатты пластикке салған. Мынау кәдімгі арт десерт қой. Ойбай, мынаның мангосы емес пе жеп жүрген? Қайны? Мына қараңыздар достар, таныдыңыздар ма? Бұл арт десерт. Жай астына вафли рожок қосқан, бірақ беті тура мынау ғой. Мынаның ішінде тұратын еді ғой мынандай манго. Я, сондай. Бірақ ішіне мынандай Ал, начинкасы. бисмилля. Қане көріңіз. Вау! Тістейсің, и миыңда бомба жарылады ғой. Вафли де свежий екен. Ой. Дәм сезіліп жатқан жоқ маған. Неге? Неге? Білмеймін. Что ғой? Ішінде еще мынандай начинкасымен екен, достар. Мына қараңыздаршы ішінде. Ішінде осындай начинкасымен. Супер. Так, 10-10. Мынау да 10-10. Пока что екеуі көшбасшы. Маған мынау қатты ұнап тұр пока что. Мынау вообще Прям дәмі жоқ. супер. Ал, Жансай, Аяла көрейікші сені. Жансай, мынаны да ашасашы. Точно чикен деп ойлап қалар едім мен мынаны. Чикен балмұздақ. Ана іші деген еріп. Жоқ. Печеньяларды сындырып, анау ненің ішін, чикеннің сыртындағы неге ұқсатқан ғой. Мені қараңыз, бөліп кеткен екен. Жеп көрейік. Как всегда ондан ол болған. Не ма? Иә. Ішіндегі прям тәтті ғой. Сыртынан қышқыл бола ма? Мынау сыртындағы шоколадның бояуы қышқыл болып, қышқыл дәм жеңіп кеткен. Бояудың дәмі пластиканың дәм шатынадан. Так, чикен балмұздаққа 10-нан 6. Ал мынау шарик па? Шарик, эскимо шарик. Эскимо шарикке мен 10-нан 5. 10-нан 5 деген бал қоямын. Ұнады ма сен? 10-нан 10. 10-нан 5. 10-нан 5. 10-нан 10. 10-нан 10. Ал мына чикенге? Мен 10-нан 10 берім, тоже күшті. 10-нан 10. Қалай, талғамда талас жоқ деп бекерден бекер айтпайды ғой. Талғамда талас жоқ. Мен кішкентайлардың дәмі, қазіргі жастардың дәмді сезуі бәрі басқаша ғой жалпы. Енді мына сәбіз да жайықшы. Ең соңына тосын сый ретінде сәбіз балмұздағын алып ұстап отырмыз ғой. Қоя бер, аша бер. Разница жоқ шығар. Бұда да пока что мен пластик көріп тұрмын. Вау! Сырты мынандай пластик, ішінде осындай сәбіз балмұздақ шықты. Мынаусы тоже пластик қапты. Бұл ұстайтын ыдысы сияқты міне. Ұстап тұрып жейсің да астынан. Иә? Сондай ма? Иә, күшті екен. Мынаның сырты, вау. Сырты ерекше печенье. Сырты қысай. Мына рожок сияқты ғой, бірақ басқаша формада жасалған да, астындағы вафли. Ал енді бисмилля көрейік. Мен ашат деп отырмын.
ашпай осынысымен істейді. Не шықты? Не? Пока что балмұздақ қалай? Балмұздағы астында жоқ, мына мен қосып жейді ғой, мына бафли ғой, дұрыс қой, міне. Бекен mi? Міне типа ана асты жағы мынау құм қылып жасаған ғой. Топырақ қылып жасаған ғой. Иә. Мен мына балмұздаққа 10-нан 9 берем. Сонда менің миымда, менің миымда тек мына екі дәмді ғана қабылдады 10-нан 10. Осы екеуінің ішінен таңдайтын болсам, мен мына балмұздақты аламын. Маған ұнаған балмұздақ банановый. Өте әдемі дәм. Ну, манго әдемі ғой. Манго, как всегда, жемістердің ішіндегі ең дәмдісі, кереметі ғой. Бірақ бәрібір банан жеміп тұр. Ал, сендер бірінші орын беріңдер. Мен маған бірінші орын беретін едім. Қалай? Маған бірінші орын. Білмеймін, достар. Сіздер, енді сіздер білмеймін, егер жеген болсаңыздар, осы біздің қолымыздағы балмұздақтардың бірін жеген болсаңыздар, сіздер де комментарийге жаза кетіңіздерші. Қай балмұздақ сіздерге қатты ұнайды? Маған өзіміздің сол ұнап қалған осы балмұздақ былтырдан бері ме, алдыңғы жылдан бері ме, трендтен түспей келе жатыр ғой. Иә. Мына бургер балмұздақ туралы жалпы вообще айтпай-ақ та қояйын, мені миым қабылдамады. Екі нанның ортасындағы балмұздақ еще созылып, дәмі жағымсыз, мармелад, иә? Иә. Ал жақсы, достар, қорытындылайық. Арнамызға тіркеліп, Жансая Еркінбекқызының арнасына тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Достар, қазақша арнаның өсіп дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Ал келесіде тағда қандай заттарға распаковка жасайық? Комментарийге толтырып жазып кетіңіздерші. Сау болыңыздар!